Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бұл Triple J, то есть жүрмейтін жерім жоқ. Мен Қазақстандағы ең сүйкімді жаным сол қала Нұр-Сұлтан қаласындамын. А причина моего неғып жүргенства это сол баяғы, как всегда, футбол. То есть детский футбол, то есть детский маңғыстауский футбол, то есть Маңғыстаудың футбол командалары Нұр-Сұлтан қаласында қалай өнер көрсеткенін көретін боласыздар. Ну чё, гоу! Ең алдымен Нұр-Сұлтан қаласында өтіп жатырған турнирде маңғыстаулық командалармен таныс болыңыздар. 2018 жылы құрылған Намыс футбол клубы. Намыс футбол клубы республикалық, облысаралық және қалалық турнирлердің қатысушысы және де жеңімпазы. Жаңаөзен футбол академиясы 2019 жылы құрылған Жаңаөзендік команда. Бұл команда халықаралық, республикалық, облысаралық турнирлердің қатысушысы және де жүлдегерлері. Ақбөкен футбол клубы 2019 жылы құрылған ақтаулық команда. Ақбөкен командасы облысаралық, халықаралық, республикалық турнирлердің қатысушысы және де жүлдегерлері. Батыр футбол клубы 2019 жылы құрылған ақтаулық команда. Бұл команда облысаралық және де республикалық турнирлердің қатысушысы және де қалалық турнирлердің жүлдегерлері. Ал Алмас бауырым, Астанаға, Нұр-Сұлтан қаласына қош келдіңіздер. Команданың дайындығы қалай? Алға қандай мақсат қойып отырсыңдар? Балдардың дайындықтары өте керемет. Біздің алдыңғы қойған мақсатымыз біріншіден группадан шығу. Ары қарай енді көре жатармыз, бұйырса. Команда қалай, толық құраммен келді ма? Иә, толық құраммен келді. Балдарға тек айтатын настрой болды. Алдабай, онда ертеңгі ойындықтарға сәттілік, в целом турнирде сендерге сәттілік, ал жақсы нәтижеге жетіңдер. Рахмет. Ақбөкен алға. Мен қасымда Жаңаөзен футбол академиясының ойыншысы Қайырғали Рамазан. Рамазан, қалайсың? Астанаға қош келдің. Команданың дайындығы қалай бұл турнирге? Біздің тренировкамыз жақсы. Осы жарысқа біз ұту үшін келдік. Өзіміз бірінші настрой жинадық. Неше жыл футболмен айналысып келатсың? Бір жыл болып айналысып жатқанымға. 2019-да ашылды Джефф академия. Содан бері жарысқа келатыр, орын алып келатыр. Давай, Рамазан, жігіттерге үлкен сәлем айт. Дайындықтарың ертең жақсы болсын. Алдағы ойындарға сәттілік. Давай. Рядом со мной игрок футбольного клуба «Батыр» Истурган Арсен. Арсен, с приездом вас. Ахмед. Арсен, как настрой у вашей команды? У команды настрой боевой. Это наш первый турнир за пределами Ақтау. Мы постараемся показать хорошие результаты и достичь своей цели. А цель какая в этом турнире у вас? Выйти из группы. Выйти из группы. Давай, удачи. Менің қасымда Намыс футбол клубының капитаны Тілекбай Алижан. Алижан, команданың настройы қалай, ертең турнир басталады. Және де Намыс футбол клубының бұл турнирде мақсаты қандай? Команданың настройы жақсы. Бұл турнирде біз өзімізді жақсы қырдан көрсетіп, Маңғыстаудың атын шығару және де жетістіктерге жету жақсы. Ал ертең жаңа турнир басталады. Сол турнирде қанша гол соғамын деп ойлайсың? Бастысы гол емес, бастысы команданың жеңіске жету. Ертең кім ойнайсыңдар алғашқы ойындарыңызды? Ертең астаналық Туран командасын ойнаймыз. Ал давай, сәттілік. Намысты қолдан бермең, намыс алға. Турниріміздің алғашқы күнінде маңғыстаулық командалар Жаңаөзен футзал академиясы және де Ақбөкен футбол клубы бір-бірімен кездесіп, ойынның нәтижесі 0-5 болды. Ақбөкен командасы жеңіске жетті. Келесі ойында Батыр футбол клубы Астаналық Про футбол командасымен кездесіп, оларды 6-0 есебімен ұтты. Ал Намыс футбол клубы Астаналық Тұран командасымен кездесіп, 0-2 есебімен жеңіліп қалды. Турнирдің екінші күні Ақбөкен футбол клубы Айбын командасын 5-1 есебімен ұтты. Ал Жаңаөзен футзал академиясы Про футбол командасынан 1-2 есебімен ұтылып қалды. Ал Батыр футбол клубы Қарағандылық скаут командасымен 2-2 тең нәтиже ойнап, Намыс командасы FCDC командасымен 0-0 ойнап, тең нәтижеге жетті. Топтық этаптың шешуші күні, үшінші күні Ақтаулық Батыр командасы Алматылық Жайран командасын 6-1 есебімен ұтты.
Жаңаөзен футзал командасы Айбын командасымен кездесіп 3-1 есебімен ұтылып қалды. Ал Ақбөкен командасы Астаналық профутбол командасын 4-0 есебімен ұтты. Намыс командасы Көкшетаулық жастар командасын 9-0 есебімен жеңіске жетті. Турнирдің плей-офф кезеңіне Ақтаулық Батыр, Намыс және де Ақбөкен футбол клубтары өткен болатын. Ал Жаңаөзен футзал академиясы 9-дан 12-ші орындарға өнер көрсетеді. Рядом со мной директор футбольного клуба «Намыс» Ануар Аппасов. Ануар, поздравляю с выходом в полуфинал. Вышли из группового этапа. Вот, какие ощущения? Что скажешь по турниру в дальнейшем? Какие задачи? Ну, что сказать по турниру, вот давно, вот, сами знаете, сейчас был карантин, очень много, получается, у нас не было соревновательного процесса. Эту группу группа 2004-2005 мы собрали вот как раз таки вот, когда после карантинный период, это вот, можно сказать, в мае у нас был. И за этот период мы потренировались и захотели вот первое их соревнование проверить их силу. Ну что сказать, очень доволен первым турниром, потому что быть в четверке это уже для нас максимум. Это то, что мы выполнили, я думаю, хороший результат. Потому что как это наш первый турнир. Ребята только мы собрали их, получается, эту команду. У нас по другим возрастам, если взять 8-7, они уже тренируются вместе 2 года, то эта группа у нас всего полгода тренируется. Думаю, будет все хорошо. Сейчас вот мы вышли в полуфинал. Но также до конца будем играть, будем бороться за золото. Ну, игра покажет. Все. Көреміз дальше, что будет дейсің ғой, да? Да. Удачи, давай. Менің қасымда Жаңаөзен футзал академиясының бапкері Сақтағанов Мерей. Бүгін міне групповой этап бітті. Командамыз өкінішке орай шыға алмай қалды группадан. Не жетіспеді? Не үшін осындай нәтиже болды? Соны айта кетсең. Командамызға біріншіден сәттілік жетіспеді, өкінішке орай. Екіншіден ауылда ең басты 12 игроктарымыз қалып қойды. Белгілі бір себептермен ең бірінші партияда главный вратарымыз қалып қойды. Өкінішке орай игроктарымыз ауысып тұрды. Соның кесірінен де кішкене более-менее командамыз сынып қалды да, моральный. Бірақ оған қарамастан ойнадық. Бірақ өкінішке орай осылай 3 ойында 3 жеңіліске ұшырадық. Бірақ ол жеңілістерден сабақ аламыз. Келесі жарыстарда бұйырса осы жарыста кеткен қателіктерді түзейміз. Ең бастысы жаңа тәжірибе деп айтшы. Ең бастысы главный командамыздың ойыншылары осы жарыстан үлкен тәжірибе алды. Мен естуім бойынша сендер 5 жарысқа қатыстыңдар. 5 жарысқа да, мына 5-ші жарыста или 6-шы жарыс па? 5-ші жарыстарыңызда. Сол жарыстарда қандай орындар алдыңдар, соны айта кетсең. Қарағанды қаласында дәл осы возрасттан чемпионат Қазақстан болды. Содан жүлделі 2-ші орын алдық. Осыдан бір ай бұрын Астана қаласында болды. Тоже жарыс 2007 жылғылар, одан да 2-ші орын алдық. Сосын международный турнир болды. Тәжікстан қаласында одан 3-ші орын алып келдік. 2005-2006 жылғылар. 2007 жылғылар 3 возрасттың арасында болды. Содан кейін чемпионат Маңғыстауда 2009 жылғылардың арасында чемпион болдық. Жаңаөзен чемпионатында 2010-2011 жылғы жасөспірімдер арасында чемпион болдық. Содан кейін чемпионат Маңғыстау арасында 2007 жылғылар жасөспірімдер арасында 2-ші орын алдық. Менің қасымда сонау Маңғыстаудан өзінің ұлына жанкүйер болып келіп тұрған ата-ана Азамат бауырымыз. Азеке, сіз мұнда уже 3 күн болма, 4 күн болды, да? Так, я 4 күн болды келгенімізге осы балалардың ойында. Қалай, вообще турнир бойынша не айтасыз өз ойыңыз? Турнир жақсы, ұйымдастыру, барлығы балалардың жағдайын жасап, гостиница, автобус бәрін күтіп алып, жағдайларын жасап жатыр. Рахмет осындай турнирға. Біріншіден ағайларына рахмет, ұйымдастырып жатқан. Все, онда командамызға сәттілік. Сәттілік, барлықтарыңызға рахмет, Батыр алға. Батыр командасы Астаналық Эль Классико командасымен негізгі уақытта тең ойнап, пенальтиден жеңіліп қалды да 3-4 орынға ойнауға мүмкіндік алды. 1-2 финалда Ақбөкен командасы Нұрсұлтандық ФЦ ОК командасын 4-0 есебімен ұтып финалға жолдама алды. Ал турнирдің 9 және 12 орындарына өнер көрсететін Жаңаөзен футзал академиясы Нұрсұлтандық ДЮСШ командасын 2-1 есебімен ұтып жеңіске жетті.
Ал намыс командасы Туран командасынан 2-0 есебімен жеңіліп, 3-4 орынға таласуға мүмкіндік алды. 9 және 10 орынға ойнайтын Жаңаөзен футзал академиясы астаналық намыс командасынан 0-1 есебімен ұтылып, турнирде 10 орынға иеленді. Ал Батыр футбол клубы 3-4 орынға Қарағандылық скаут командасымен ойнап, 0-3 есебімен ұтылып, 4 орынға иеленді. Ал 3 орынға ойнайтын намыс футбол клубы қарсылас команда Туран командасына техникалық жеңіліс беріп, намыс футбол клубы 3 орынға ие болды. Ал турнирдің 5 күні шешуші күні финалда Ақбөкен футбол клубы екібастұздық Батыр командасын 3-0 есебімен ұтып, чемпион атанды. Мы хотим поблагодарить всех приезжих команд здесь. Награждается грамотой команда GF Академии за участие в Кубке Республики Казахстан. Ал GF Академия командасы турнирдің аяқталуы құтты болсын. Не айтасыңдар? Осы жарыста бізді қолдаған ата-аналарымызға және достарымызға, және де бізді дайындаған бапкерлерімізге алғысымызды айтамыз. Және де осы маңғыстаулық командаларды орындарымен құттықтаймыз! Итак, грамотой награждается команда Батыр за участие в Кубке Республики Казахстан среди частных команд. Город Актау, пожалуйста. Рядом со мной обладатель почетного приза, главный тренер футбольного клуба «Батыр» Бесенгалиев Руслан. Рус, что скажешь по всему турниру? Твои пацаны в первом же турнире взяли 4 место. Это круто, я так скажу. А ты что бы хотел сказать? Ну, мы изначально ехали на этот турнир, хотели взять призовые места. Но так получилось. 4 место, ничего страшного. Для ребят это первый выезд, первый опыт. Для меня и для них вообще турнир прошел на высоком уровне. Дидару, организатору этого турнира, большое спасибо, что провел на таком уровне этот турнир. Собрал республиканский турнир, провел здесь со всего Казахстана команды. Молодцы, очень рад, что приехали, заняли 4 место. Благодарю всех родителей, кто поддерживал нас все это время. Детей, конечно. Очень рад, что дети так выступили, молодцы. Я не сомневался в них, молодцы ребята мои. Все тогда, на следующих турнирах удачи Батыру. Обязательно приедем сюда, вернемся за первым местом. Актау, алга! Лекбай Алижан. Бронзовыми призерами становится команда Намыс город Актау. Ал жігіттер, алғашқы турнирлерінде алғашқы жүлделі орындарыңыз құтты болсын. Не айтасыңдар ал? Алған орнымыз командамыздың көмегімен, ағайымыздың бізге үйреткен тәртіп тәрбиесімен алынған орындар, барлығы бұл жеңіл затпен келген жоқ. Алған намыс. Чемпионами становится команда Ақбөкен из города Актау. Жігіттер, сіздердің де алғашқы турнирдегі алғашқы чемпионстволарыңыз құтты болсын. Ал сендер не айтасыңдар ал? Ағайлар мен командаға рахмет, ата-аналарға жалын сәлем. Менің қасымда турниріміздің үздік қақпашысы маңғыстаулық Арбат бауырым. Арбат бауырым, саған осы турнир ұнады ма? Иә, өте қатты ұнады. Көп командамен ойнадық, үлкен жетістікке жеттік, үлкен нәтиже жинадық. Молодец. Осы турнирде сен қанша гол жібердің? Гол жіберген жоқпын. Вообще гол жіберген жоқсың ба сонда? Жіберген жоқпын. Ай, молодец. Дәл осылай еңбектене бер, хорошо? Давай, саған сәттілік болашақта.
Ал менің қасымда турниріміздің чемпиондары, осы турнирдің үздік ойыншысы Калимов Ерсултан. Ерсултан, осы турнир туралы не айтасың, саған ұнады ма? Я, осы турнир ұнады. Біз командамызбен осындай жетістікке жеттік. Мен ата-аналарға, бапкерлерге рахмет айтамын. Біз осы жеңісті сізге арнаймыз. Үлкен алға.